Балалар, суретте не көріп тұрмыз? Қонжық, дұрыс айтасыңдар. Осы қонжықты сипаттап көрейікші. Қонжық қандай? Қонжық сүйкімді. Қонжықтың түсі қандай? Ақ. Қонжықтың бойы қандай? Аласа. Суреттен нені көрдік? Қонжықты көрдік. Қонжықты сипаттау үшін біз қай сөз табының сұрағын қолдандық? Дұрыс айтасыңдар. Сын есім. Сын есім туралы есімізге түсірейікші. Сын есім қандай деген сұраққа жауап береді. Және негізгі сын есім, туынды сын есім болып екіге бөлінеді. Балалар, ережесін еске түсірейік. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейді. Мысалы, қалың, әдемі. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейді. Мысалы, өнерлі, саналы. Негізгі және туынды сын есімге берілген жаттығуларды орындайық. 13-ші жаттығу судың да сұрауы бар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауыз судың қадірі біліне түсуде. Дүние жүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбірлерінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде су алыстағы таудан тасылып әкелінетіндіктен оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалады. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығын әр уақытта есте ұстаған абзал. Балдырған журналынан. Мәтінде не туралы айтылған? Судың қадірі дегенді қалай түсінесің? Өз ойыңды айтып көр. 14-ші жаттығу. Тыйым сөздерді қолданып, суды дұрыс пайдалан нұсқаулығын толықтырып жаз. Суды бекер төкпе. Түнде су алуға барма. Судың бетін ашық қалдырма. Лас су төккен жерді баспа. Дұрыс айтасың балалар. Жарайсыңдар. 16-ші жаттығу. Өлеңді оқып жатқа жаз. Жазғы таң. Жазғы дала, жазғы таң, жасыл шалғын, жасыл шақ. Ақ бұлаққа мөп-мөлдір күн күлімдеп төкті нұр. Балалар, осы өлеңді жаттап, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Өлеңнен сын есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Балалар, сын есімдерді таптыңдар ма? Дұрыс айтасыңдар. Жазғы, жасыл, ақ, мөп-мөлдір деген сын есімдер бар екен. Оларға қандай сұрақ қойдыңдар? Қандай деген сұрақ қойдық. Дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар балалар. Балалар, 76-ші беттегі 15-ші жаттығу сіздерге үй тапсырмасы. Онда сендер суреттегі балықтар бойынша жалпақтау, ұзындау, кішірек сөздерін қатыстырып, оларды салыстыра сипаттайсыңдар. Және де қолданған сын есімдерді сөз құрамына талдап көр. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.